Бүгінгі таңда жаңа заманның ақпарат тарату бағыты негізгі трендте. Insta Stories, Selfie, Long Read, Storytelling әдістерін пайдалана отырып, оқырманға ақпаратты нақты әрі қысқа жеткізуге мүмкіндік бар. Дәл қазір Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде дәл осы тақырыптар аясында журналист мамандардың біліктілігін арттыруға арналған семинар басталды. Білім жетілдіру курсы 5 күнге созылады. Цифрлық технологиялар бұқаралық ақпарат құралдары саласында да үлкен өзгеріс әкелді. Журналистер тек технологиялық қана емес, шығармашылық тұрғыдан да жаңа бағытта өздерін дамыту керек. Бұл IT университеті ұйымдастырған шараның негізгі ұстанымы. Семинардың алғашқы күні кәсіби мамандар ақпаратты оқырман назарына қысқа әрі нақты жеткізетін сторителлинг әдісінің қыр-сырымен танысты. Тренер Аязби Бейсенқұлов бұл бір ғана маманның емес, ұжымдық еңбекті талап ететін жұмыс екендігін ерекше атап өтті. Бұл енді жаңа дамып келе жатқан сала. Қазіргі өздеріңіз байқасаңыздар, батыстық бұқаралық ақпарат құралдарында өте кең қолданылады. Кез келген оқиғаны әдемі суреттеп, оқиғаның желісімен адамдардың көңіл күйіне, эмоциясына әсер ететіндей етіп жеткізіп жатады. Өкінішке орай Қазақстанда бұндай тәжірибе кең қолданыла қойған жоқ. Жекелеген іс-әрекеттері бар, жекелеген тәжірибе бар. Міне соны дамытуға белгілі бір дәрежеде ықпал етсек деген ойымыз бар. Тренерлер назарынан әлеуметтік желілер де тыс қалмады. Өйткені соңғы уақытта желі тілшілер қызметінің бір тармағына айналып. Instagram әлеуметтік желісіндегі қарапайым стористі дұрыс түсіру, кәсіби деңгейде безендіру мәселесі мобилография селфи сторис тақырыбында жалғасты. Бұл дәрісті тележурналист, IT университетінің ассистент профессоры Шынар Ыдырышқызы тарқатты. Жаңағы алдыңғы сториста ылғи общак и переход деген нәрсе ол жерде түпнұсқа видео переходтарда, а мына жерде уже автопереход. Семинар жұмысына Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Тараз, Қызылорда, Талдықорған қалаларынан медиа саласының өкілдері қатысты. Қонақтардың сөзіне жүгінсек, курсқа дәл бүгінгі күні журналистикаға аса қажетті тақырыптар таңдалған. Тың ақпараттармен хабардар болып, тәжірибелік жұмыстар жасаған. Қазіргі заман ағымына қарай жаңа техникаларды, жаңа технологияны игеріп, соны өзіміздің жеке сайттарымызда, жеке парақшаларымызда пайдалануға үлкен мүмкіндіктер береді. Осы жаңағы ағайдың көрсетіп отқан видеоларынан, айтып жатқан мәліметтері бойынша көптеген идеялар туындап жатыр. Уже өзімнің жұмысымда қолдануға маған бір жаңа серпін берді деп айта аламын. Семинарды өткізуге ұйытқы болған ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі мен IT университеті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл бастамасы. Алдағы уақытта медиа саласындағы жаңа трендтер бойынша журналистерді оқыту әлі де жалғасады. Жанбек Есенбек, Дильназ Сүлейменова, IT жаңалықтары.